Қарағандыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы жаңа өзгерістер таныстырылды. Енді сауда үстемесін асырған кәсіпкерлерге айыппұл салынатын болады. Бұл туралы брифингте департамент басшысы Жанат Асантаев мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Биылдан бастап сауда үстемесін сақтамаған кәсіпкерлерге салынатын айыппұл көлемі артты. Енді шағын бизнеске 5, орта бизнеске 35, ал ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Егер заң бұзушылық 1 жыл ішінде қайталанса, айыппұл 2 еселенеді. Жалпы есепті кезеңде сауда саласында 59 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 57-сі сауда үстемесін асырған үшін, 2 субъекті баға айырмашылығы үшін, 3 жағдайда тексеру барысында заң бұзушылық анықталмады. Бұдан бөлек 4 кәсіпкерлік субъектісіне профилактикалық бақылау жүргізілді. Сонымен бірге биылғы жылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар бойынша шекті сауда үстемесінің сақталуына мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында қолданыстағы заңнамаға жауапкершілік қатайту бойынша түзетулер енгізілді. Биыл департаментке 600-ден астам тұтынушы шағымы келіп түскен, оның басым бөлігі онлайн саудаға қатысты. Негізгі мәселелер тауар сипаттамасының сәйкес келмеуі, сатушы жайлы ақпараттың болмауы және қаражатты қайтарудағы қиындықтар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына келетін болсақ, бұл енді өте бір сондай халықты толғандыратын мәселелердің бірі. Сондықтан бұл жерде осы салада әрекет ететін кәсіпкерлік субъектілері жауапкершілігі жоғары болу керек деп санаймыз. Сондықтан бұрын мысалға бірінші рет жасайды, ескерту беріледі. 1 жыл өтіп кеткеннен кейін тура сол субъектілер қайта келіп тура сондай мысалы ескерту алып жүре беретін еді. Қазіргі уақытта әр кәсіпкерлік субъектісі өзінің істеп жатқан қызметіне, іске асырып жатқан, халыққа көрсетіп жатқан қызметіне жауапты қарауға итермелейді деп санаймыз. Сондықтан алдағы уақытта енді жағдай дұрыс жағына қарай сипатталады деп ойлаймыз. Тұтынушылар құқығы мемлекеттің басты назарындағы мәселе. Жаңа заңнамалық өзгерістер бұл салада тәртіп пен әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған. Ералы Ғани, Николай Шевелев, 5-ші арна.